Бір тұтас мемлекет, бір тұтас әскер. Осындай атаумен Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театрында ұлттық әскери патриоттық орталығының ұйымдастыруымен концерт өтті. Сонымен қатар көшпелі көрме ұйымдастырылып, тарихи жәдігерлер таныстырылды. Шараға қала тұрғындары, әскерилер қатысты. Толығырақ бейнематериалда. Ұлттық әскери патриоттық орталығы Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап кең көлемде шаралар ұйымдастырып жүр. Бұған дейін Ақтөбе мен Ақтау қалаларында болған. Президент тапсырмасына сәйкес идеологиялық бағытта қарқынды жұмыс атқаруда. Соның бірі жастарды патриоттық рухқа тәрбиелеуге негізделген біртұтас ұлт, біртұтас әскер атты концерттік бағдарламасы. Бұдан бөлек өткізілген түрлі шеберлік сағаттары да атыраулықтарға ерекше әсер етті. Қазақстан Республикасының президенті, жоғары бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жақында Қазақстан халқына жолдауында іске асу шеңберінде Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігіне идеология әскери патриоттық бағытта қарқынды жұмыс атқаруда. Сол себеппен алғашқы рет осы Батыс Қазақстанға әскери ұлттық патриоттық орталығы құрамында орталық әскери оркестрі, орталық әскери ансамблі, қарулы күштері құрмет ротасы, барлық ұжымдар бірігіп осы жерге келді. Әскерилер ұсынған концертте құрмет қарулы ротасының сүйемелдеуімен үрмелі аспапта және эстрадалық симфониялық оркестр, балет бишілер тобы мен әншілер өз өнерлерін көрсетіп, азаматтардың жауынгерлік рухын тасытты. Қазақстан Республикасы қарулы күштері ұлттық әскери патриоттық орталығы өзінің концертімен келіп жатыр. Бұған дейін Ақтау қаласында, қазір Атырауда, одан соң Ақтөбе қаласында өз өнерлерін көрсетеді. Бұл концерттің мақсаты қандай? Біріншіден, қазіргі күзгі науқан кезінде қазіргі біздің әскер қатарына шақырылып отырған жастардың мәдениет жағынан тәрбиелеу, оларды әскерге деген құлшынысын, намысын ояту деген сияқты мақсатпен осындай өнерлеріміз көрсетіліп жатыр. Патриоттық кеште Талғат Бигелдинов, Хияз Доспанова, Роза Бағланова, Мәншік Мәметовалардың 100 жылдық мерейтойына арналған көшпелі көрмеде көрсетілді. Онда айбынды қазақ армиясының өткеннен сыр шертетін тарихи мұрағаттар мен жәдігерлер қойылған. Қорғаныс министрінің тапсырмасы бойынша ақпараттық түсіндіру тобы ел өңірлерінде өз жұмысын бастаған болатын. Осы орайда бұл жұмыстың басты мақсаты президенттің жолдауын түсіндіру, халық арасында әскери патриоттық қызметті насихаттау, сонымен қатар біртұтас ұлт, біртұтас әскер. Осы бағыттағы жастарды әскери патриоттық тәрбиелеу бағдарламасын іске асыру болып табылады. Сонымен қатар осы жұмыстардың барысында біз бүкіл Қазақстанның ірі қалаларын, ең өңірлерінде, әскери бөлімшелерде және осы қарапайым халыққа әскери мамандыққа құлшыныстарын арттырумен, сонымен қатар отанға қатысқан бүкіл қаһарман ер ұл-қыздарымыздың жаңағы өз ерліктерін, жауынгерліктерін мақсатын жеткізу болып табылады. Айбынды армия егемендіктің кепілі, ел үмітін арқалаған жастар болашақтың тұтқасы. Аталған шараларында мақсаты мен мүддесі бір, жастардың отан алдындағы парызын, азаматтық борышын өтеуге шақыру. Орталық енді аудандарды аралап түсіндіру жұмыстарын жалғастырмақ. Нұрлыбек Бағыт, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.